Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерді 11-ші сыныпта геометрия пәнінен кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы тақырыбы бойынша сабақпен таныстырамын. Сабақтың негізгі мақсаты түзу мен жазықтықтың өзара орналасуын анықтау және теңдеулерді қолданып есеп шығару. Оқушылар сабақ барысында формулаларды қолданады, деңгейлік тапсырмалар орындайды, шығармашылық зерттеу жұмыстарын жүргізетін болады. Тақырып ауқымды әрі күрделі болғандықтан оқушыларды қызықтыратын цифрлық технологияларға сүйендім. Олар өмірде көрген объектілерге сүйене отырып, оны бүгінгі сабақпен байланыстырады. Сабақты бастамас бұрын оқушыларды таратпа қағаздар арқылы топқа бөлемін. Өз топтарының атауларының негізгі қасиеттерін айту арқылы өткен білімдерін еске түсіреді. Сабақ мақсатына жету үшін әртүрлі әдіс тәсілдер арқылы тапсырмалар орындалады. Атап айтсам, жаңа тақырыпты негіздеуге арналған геогебра бағдарламасы бойынша көрсетілім жасалады. Геометриялық орнын 3D арқылы әр қырынан көріп өз білімдерін толықтырады. Жаңа тақырыпқа негізделген деңгейлік тапсырмалар есептер шығарады. Бұл ұялы телефонға жіберілген сілтеме арқылы беріледі. Оны Quizizz.com бағдарламасы бойынша ойын арқылы әуелі жеке орындап, сосын топпен талқылайды. Дұрыс жауабы ұялы телефонға енгізіледі. Тапсырмаларды орындап болған соң, оқушылардың жауабы экранға шығады. Бұл кезеңде оқушылар деңгейлік тапсырмалар арқылы өз білімдерін шыңдайды. Өз жауаптарын салыстыра отырып, өзін және өзгелерді бағалайды. Цифрлық құзыреттілік мүмкіндіктерін пайдалануға дағдыланады, код енгізуге, QR кодын пайдалануға үйренеді. Конверт әдісі бойынша әр топқа ұлттық құндылықта сипатталып, арнайы жасалған конверттің ішінде теориялық білімдерін қолданып дәлелдеуге арналған 3-ші деңгейлі тапсырмалар беріледі. Бұл жерде оқушылар бірлескен жұмыс әдісі бойынша тапсырманы бірге талқылап, ортақ ойларын постерге жазып қорғайды. Сөйлеу дағдысын қалыптастырады. Ұжыммен бірлесіп жұмыс жасайды, пікір алмасады, бір-біріне көмек беруге үйренеді. Сабақ соңында оқушылар бірін-бірі бағалау парағы бойынша іс-әрекеттерін талқылайды. Google формада кері байланыс жасалып, оның да нәтижесі экранға шығарылып талданады. Жалпы сабақ өту барысында сілтемелер ұсынылып, цифрлық құзыреттілікке теориялық және практикалық тапсырмаларын орындауға, өз ойын білімін дәлелдеуге арналған ұлттық құндылықтарға негізделген жұмыстар жүргізіледі. Әдебиет, тарих, алгебра пәндерімен пәнаралық байланыс болады. Назарларыңызға рахмет.